Кезекті шығарылым. Адам-адамға оттегі подкаст. Бұл енді оттегі фильмнің аясында сіздер төбе көрсеткен картинаның аясында жасалып жатқан дүние. Қолдауларыңызға көп рахмет. Фильмге түскен сәттен бастап осы уақытқа дейін әлі де қолдап, әлі премьера бар, жаңағы жабық көрсетілім бар. Соның барлығында сіздерге жалпы қолдап жүргендеріңізге көп рахмет. Мұқаш жоқ. Енді мен әріптесім Жансерік Қадырбаев және бұл кісілер таныстырудың қажеті жоқ шығар негізі. Жоқ, біз сені таныстырып отырмын. Иә, мен таныстыру керек. Сені таныстыру керек бұл кісілердің қасында. Бүгінгі біздің қонақтар Асан Мажит, біздің Асан ағамыз, сүйікті актерларымыздың бірді бірегейі, және де Олжас ағамыз. Сіз де сүйікті актерімізсіз. Қош келдіңіздер. Бүгін енді примерно не айтылатынын өздеріңіз түсініп отырсыздар. Жалпы одан бұрын жағдайларыңыз қалай, соны сұрап алайық. Олжас ағамыз демалыстан келді. Иә, мен демалыстан келдім. Асаннан кейін менен жасы үлкен. Асан сөйлесін, Асаннан кейін мен сөйлеп отырмын. Асан аға жағдай. Не деген уважение. Бізде енді актерский да ол енді бар дүние. Бүгін бір контрастный душ сияқты сондай бір не болайын деп тұр, мен аузым берік, жасым үлкен, жалпы сөзге жоқпын. Очо Шри-Ланкадан келді, аузы ашық деген сияқты. Сондай бір отырыс болайын деп тұр да. Рахмет, ниетіңе рахмет. Ол дәстүр ғой. Иә, мысалы тәрбие. Иә, бізде академия қабырғасынан болсын, театрда болсын, театр өнерінде болсын, сондай бір үрдіс бар, жалпы ағаны сыйлау, кішіге ізет көрсету деген сияқты да. Ал онда бір қатты бір не нәрсе жоқ, оны дұрыс түсіну керек сияқты деп ойлаймын. Жағдай керемет, жақсы. Мен осы орайда айта кетейінші, мен жалпы сұхбат беруге жоқ адаммын да. Көп шығатын негізі подкастқа шақыратын. Мен баршаңыздан кешірім сұраймын. Бұл подкастқа келуімнің бірден бір себебі өйткені мен бұл жобаға қатысым бар адаммын. Басқа әріптестер шақырды, басқа таныстар шақырғаннан кейін. Сондай бір дұрыс андай пікір қалыптаспасыншы, ана кімдерге барады екен, бізге келмейді екен деген сияқты. Өйткені бұл өзіміздің баламыз, сәбиіміз болғандықтан біз барынша Очо екеуміз, Олжабай екеуміз қолдау көрсетіп келіп отырмыз. Сол үшін теріс пікір болмасын, иә? Асеке, мен сұрайын дегенім, сіздер енді айтып отырсыз, подкастқа барып сөйлей алмаймын деп, сіздер нағыз ел алдында жүрген азаматсыздар, күшті сөздер, кітапты оқыған, жұтқан адамсыздар. Жоқ, мәселе сөйлегенде емес, мен жалпы сөзге жоқ адаммын, көп ана сөйлегенді аса ұната бермеймін, білмеймін, бір анандай бір ашылып әңгіме. Жалпы ақыл айтуды қою керек сияқты. Сұхбат береміз деп келеміз де ақыл айтып кетеміз. Сол жерде формат еркін. Содан кейін андай бар. Мысалға мен жаңағы подкастқа, неге телевиденияларға жаңағы сұхбатқа бармайтыным, енді актер болғаннан кейін образ жасағым келеді, дұрыс па? Біз көптеген киноларға түсіп жатырмыз. Содан кейін бірінен бір өтеді енді, өтіп жатыр. Енді соны ұқсамау үшін, бір-біріне ұқсамау үшін образ жасау керек та. Сол себептен сенің ар жағында өзің жеке өміріңді халық біліп қойса, сен дым қызықсыз болып қаласың ба деп ойлаймын. Сол себептен анда-санда уақыт келгенде бір бармаса, көп барудың қажеті жоқ. Біздің подкасттың мақсаты жаңағыдай сұхбат емес, болмаса бір личностьті ашу емес, просто бастарыңыздан өткен бір-екі историяны айтып берсеңіздер, көрерменді киноға шақырсаңыздар болды. Главное, андай сұрақ қоймасаңдар болды. Актер болуды армандадыңыздар ма? Сондай сұрақтар болмаса болды. Біз даже сұрақ қоймаймыз. Біз историяларыңызды айтып беріңіздер дейміз, болды. Баған қызық болып қалған, сол ел алдында бәріміз таңғалып тамсанып жүрген ағалар сөйлеуге жоқпын, көп сөйлей алмаймын дейтін қызық та, біз көрермен ретінде. Жаңа артық сөйлеп қоямын деп қорқасыздар ма? Менде сондай болады кейде бір енді. Менде керген қазір TikTok деген бар, басқа анысы бар, кішкене артық сөйлеп қойсаң сол жерін кесіп алады да таратып жібереді деген сияқты. Лучше еш нәрсеге араласпай өзімнің шаруамды жасап жүрмін. Тып-тыныш отырып сөйлемей кетіп қалсаң. Олжабайдың айтатыны бар да, мысалы айтқандай, мынау недоступность деген нәрсе бар да. Сен жылтыңдап шыға беретін болсаң да бір дәмің кетіп қала ма? Оның үстіне бар ғой, мынандай сөйлеп отқан кезде өзім деп отырасың ғой, мысалға. Қазір енді өзімізде отырмыз ғой, 4-5 адам. Оны бүкіл халық көреді. Сен өзім дейсің де сен көкейсің сен. Аузына келген айтқанда былай өзің кетіп отқанын байқамайсың сен. Біреуге ақыл үйретіп қоюы мүмкін, байқамай өзінше болып қалуы мүмкін. Где-то что-то өз-өзіңді көрсету үшін темір шутқан түсінбей қалады. Күшті сөздер айтамын деп, мысалға, әдемі сөйлеймін деп қап, өзінің басқа жағын көрсетіп қалуы мүмкін да. А оның барлығы шитайды сен, халық көріп отқан халық. И тура сөз жерін қиып алады ғой ше. Ол кім ол деп отқан жерін қиып алады. Қалай ол деп отқан жерлерін қиып алады. Содан кейін сөз жерін салады, содан кейін жаман пікірде қаласың да. Ол бір, екіншіден жаңағы жалықтырмау ғой.
Актер шын айтамын. Енді егерде болашақта киноға түсем дейтін адам болса, мысалы Асандар Алла қаласа бұйырса әлі талай проектте жолығамыз, әлі талай кино бар түсетін. Ол жерге енді образ жасау керек. Образ деген ол енді өздерің білесіңдер. Халыққа ол тәтті жету керек былайша айтқанда. Сондықтан жеке өмір туралы, өз жай ғана жай жапсары туралы, өмірде не істеп жүрген туралы халық аса қатты білмей қойса, мынаған кім деген интересті бола ма деген ой ғой. Бірақ енді Шри-Ланкаға барып келгенсізді көріп отырмыз. Қалай демалып жайнап отқан. Өте күшті бір андай свежий отыр да ол екен. Жақсы демалып келген. Енді біріншіден жалпы осы оттегі фильміне арнайы жасалып отқан подкаст көріп отырған ағайындарға, көрермендерге үлкен сәлем жолдаймын. Бұл енді үлкен бір жобаның алдын алуы енді. Маркетинг ход өте күшті жігіттер. Және Инстаграм арқылы да былай да жаңа көріп отырмыз, дайындық өте мықты. Өйткені бірінші проект болғаннан кейін бе екен, бәлкім енді үлкен бір бірінші жобаң болғаннан кейін бе жұмыс жақсы жасалып жатыр деген ойдамын өзім. Енді екіншіден айта кететінім, Жансерік бауырыма рахмет, Асан. Қызық болады ғой, в общем. Ана оттегі фильмін өз күн суықта түсірдік. Жауап енді ешкім енді жалғыз етпейді, ақырын уақыты келеді жалғыз етпей қойсын, робот ұстап жүре бересің ғой. Бірақ енді кино барысында киноға түстік, жаңа күшті болды, барлығы әдемі бітті. Сөйтіп шапка кезінде жігіттер тұрады да, в общем, путевка жолдайық дейді ғой шетелге. Опа деймін ғой енді мен. Сөйтіп біткеннен кейін өзім киномды түсіріп бітемін де, соң Жансерікке ұялмай барып айтамын. Жансерік, в общем, 8 ай болды тоқтамадым, съемкадан съемка жұмыс істеп келе жатқанмын. Демалу керек. Маған бір теңіз көріп кету керек болып тұр. Мен сенен қысылып тұрған жоқ дедім. Мен сенен ұялып тұрған жоқпын. Сен айттың ғой. Жігіт, айттым ғой дейді. Мен айтсаң болса орындайсың ба? Мен соның жауабын білейін дедім. Болмаса ақша бар. Мен ақыры кете берейін дедім. Жоқ, біз сізге орындап береміз. Айтқан сөзімізде тұрамыз деп Шри-Ланкаға 10 күнге бизнес класспен барып, бизнес класспен келіп, 10 күнге номер 1 отельден сондай күшті бір демалыс ұйымдастырып берді. Сол үшін жігіттер сендерге шабыла ұрам. Рахмет. Күшті демалып келдім, тегін жағы өте керемет екен. Ойыңды саралап, біраз нәрсені ойланып, не істеу керек, қалай болу керек, барлығын ойланып келсең, күшті адам демалып қалды екен. Асан ағаныкі қайда деп өртеп жүрсең Жансерікті. Жоқ, Асан аға енді деп бастадың. Бұл кісі енді жаңа Олжекең бір-бірлерін кәсек қыттыға менің қызметім сол. Гала, сен неге өйтесің? Жоқ, енді бұл кісі енді жаңа басты рөлде болды ғой деп ақталып жатсаң, ақталамай жатсаң. Бірақ енді Асан ағаға өзіміздің жақсы әдемі сөзі бар, ақталмай ақ тілек айтайық деп. Жоқ, бірақ енді Алла қаласа жақсы нәрсе ғой, жақсы нәрсе. Еркек болғаннан кейін уәде бердің ба, уәдеңде тұру керек. Жоқ, ол Асан мен неғып бармаймын деп айтып жатса ондан қайсыстануға болады. Спокойно тұр ғой. Бірақ қашан десеңші Асан аға. Жоқ, дегенмен Алла қаласа Асан ағаға бір мен өзім былай жүрегімде бір ойлап жүргенім бар. Құдай қаласа. Болады. Оны Олжекең біледі. Мен айтам ба, қолдан келгенше жасау керек. Амалдан ниет қымбат дейді. Міне, амалдан ниет бар ма, болды ғой. Амалдан ниет қымбат. Ал ол жасала ма, жасалмай ма, не важно да? Алла қаласа жасауды нәсіп етсін. Жақсы демалып келдіңіз. Әдемі демалып келдім, күшті. Иә. Шри-Ланка ол Азия, Үндістан ар жағынан. Бір жеке остров екен, енді күшті екен. Енді адамға оттегі деген тақырыпқа келейік. Жаңа енді Олжас аға енді ашылып мүмкін айтқысы келеді, мүмкін бір айтқысы келмейді дегенмен сіздің өміріңізде ондай нәрселерді өткенде бір өзіңіз айтып беріп отқанда мәссаған міне нағыз осы бір подкасттың деген сияқты. Бірақ енді оны өз патша көңіліңіз қарайсыз. Ол енді Жансерік ол енді көп нәрсе айтуға болады негізінде. Мен де халықпен негіз бөліскім келеді. Өйткені өмірге деген қызығушылығым соншалықты ол өте любопытный адам да өзім. Сол любопытством арқасында өмірде көптеген бір қиыншылықтардан бір адам басында өтпейтін жағдайлардан өттім да. Оған енді арнайы өзімнің де кином келе тұр ғой Жансерік. Мен де сақтаймын ғой үшін. Маған да керек қой. Сондықтан мен халыққа ашылып қоймайын. Өзімнің киномның алдында мен өзім жеке өмірім туралы үлкен сұхбат бергім келеді. Жалпы негізінде. Пока келгеніме рахмет айттыңыз ғой. Оттегі туралы айта берген жөн болады. Бірақ оқиға көп қой, айтып беремін. Бір екеуін айтсаңыз күшті болсын. Жеке өмірінен бөлек ағамыздың қызықты историяларды жейді. Онда Олжекең ойланғанша Асан аға дайын отқан сияқты осында. Асан аға бір өміріңізде оттегі болған сәт. Жалпы мынау адамға оттегі деген нәрседен шығады да, мысалы. Жалпы мен үшін ортам, менің араласатын, құраласатын өмірдегі достарым, менің ортам мен үшін өте маңызды. Үлкен рөл атқарады.
Мысалы сендердің орталарыңды қараймын, ол үлкен күш. Егер үңіліп ішіне қарайтын болсаң, орта жалпы адамды тәрбиелейді дейді, не қылады. Мысалы, допустим, ол да сол адамның бір-біріне деген қарым-қатынасынан туатын да, коннект дейді ғой. Мысалы, адамның арасында сол коннект болған болса, онда сол оттегі ғой. Бір-бірімізге демеу беру, жаңағы жалпы кішкене бүйтіп сүрініп бара жатқан кезде демеп жіберу деген сияқты, мысалы қолдап жіберу. Бір жағынан мен ойлаймын, ол бір жұқпалығы да бар ма деп. Жалпы киім киісіне дейін, сөйлеу манерасы жалпы. Сендердің орталарыңды қараймын, мысалы Маргоны қара, сені қара, мысалы да, там Мирас тұрар. Мысалы ортада, сендерді өз орталарыңда и білесіңді, ол адам қай ортадан екенін сол арқылы білуге болады. Ұқсап тұра ма? Ұқсап тұрады. Сендердің орталарыңа қазір сырт жақтан, бір шет жақтан бір адам кеп қосылсыншы. Оның сөйлеу, сөз саптауы да, киім киісі де, шаш үлгісі де, білмеймін, оның бәрі өзгереді. Түптеп келгенде өзгереді. Шынымен. Ол рас нәрсе. Ол доказан нәрсе. Енді ойлаңдаршы, ол адамға деген влияниясы ғой. Біріншіден өзіне деген несі өседі, самооценкасы өседі, одан кейін талғам деген нәрсеге. Енді ортаның бәрі бірдей бола бермейді ғой, да? Разный орталар болады. Мен жалпы біздің орта жайлы айтып жатырмын да, мысалы. Егер сондай орта болатын болса, онда оны оттегі деуге әбден тұрарлық орта да? Орта оттегі. А кейбір орталар бар да, наоборот, болото. Төмен қарай тартатын, төмен тартатын. Бар ғой? Бар. Көп қой ондай орталар. Күлу. Бауырым, мен адастым, мен ана ортаға түсіп кеттім, мен мына жолға түсіп кеттім. Өздігінен? Жалпы біз енді шындап келгенде бізді в какой-то мере бір дәрменсіз қылып жаратқан ғой, да? Обязательно бір нәрсеге мұқтаж болып тұрамыз, да? Мен, возможно, сенің мұқтаж нәрсеңе мен көмек беру мүмкін, менің мұқтаж нәрсеме сен көмек беру мүмкін ғой. Именно осы нәрседен туындайды ғой, адамның арасындағы взаимосвязь, да? Жаңағы коннект дейміз мысалда, жаңағы оттегі бола білу. Мен түсінігімде адамға оттегі деген осы түсінік. Бір жаңағы орта дейтін ұғым, жаңағы растяжимый ғой понятие орта. Сіз үшін жаңа идеальный ортаның сипаттамасы. Тек қана мысалы меніңше жоқ сияқты. Меніңше жоқ сияқты, ол қиын нәрсе, мне кажется. Жалпы әркімнің өзінің ортасы идеальный орта болып көрінеді. Вот сол мәселе сол жерден кетеді көбісінде. Біздің орта басқа ортаға ұнамауы мүмкін. Ал жалпы бір орта біздің ортаға қарап бой түзеуі мүмкін. Солай ғой? Ол заңдылық. Ол заңдылық. Сол мен ойлап отырмын ғой жаңағы. Мне кажется, ондай бір сипаттамасы жоқ, оның бір формасы, идеальный орта осындай болу керек деген сияқты. Жалпы ортадағы балалардың бәрі бір жақсы жаққа қарай дамып жатса, ол значит бір жақсы орта. Ол орта табылады ол. Сен өзіңе мысалға, сен ортаң өзгергенде өзіңе деген көзқарасың өзгереді ғой. Сол кезде ортаң автоматически өзгереді. Өйткені сен ол мысалға жақсы орта, мысалға маған жақсы ортадан кетуге мәжбүр болдым да мен, өзімен өзім. Ол жаман орта емес, мен просто басқа ортаға кетуге мәжбүр болдым. Өйткені оның айта бастаған ақылы, оның жаңағы өмірдің де түзе, мына жер дұрыс емес деп айтатын нәрсе саған ұнамай бастайды. Сен өйткені қалауың бөлек болғаннан кейін. Өзіңе деген көзқарасың болу, сен тылсым тіршілігің бөлек та сенің. Содан кейін қайтадан келуіңе тура келеді басқа ортаға. Бірақ сен уже орта жайлы ойламайсың, сен өзің жайлы ойлайсың. Сен өзіңді түзеген кезде, өзіңе көңіл бөлген кезде қайта орта оралады. Бірақ басқа орта оралады, өзің деңгейлес біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеуге дейін ғана барады мүмкін. Мүмкін екеу, бір нәрсе қоса салайыншы. Жаңа айтып жатсың ғой, қандай сипаттамасы. Жамандықтан тиятын, жақсылыққа жетелейтін орта болса, мне кажется, одан асқан орта жоқ. Иә, осы керек бізге бар. Иә, мысалы ол кейбір кезде ортаң андай болады. Мысалы бұзық болып жүрдің да ортаңмен бірге. Иә, осы әртүрлі орта бар ғой. Жаңағыдай жақсылыққа жетелейтін ортаңмен бірге түзелсең, ол да күшті негізі. Бірақ ол
өзің түзелмей ол орта қабылдамайды сені бәрібір. Бірағында сен өзің түзелгеннен кейін адам тартылады. Адам өзіне де көп нәрсе байланысты. Өзіне көп нәрсе байланысты. Одан кейін барып мысалы қазір сендермен жұмыс жасап отырмыз. Сендерді уже бір орта деп санауға болады да уже. Біз араласып құраласып мен подкастқа келіп отырмыз. Ертең тағы да премьерамыз бар. Одан кейін сен түсіретін тағы киноң бар. Ол уже біз байқамай қосылып кеткеніміз байқамай қалдық. Ол да бір орта. Иә, ол да бір орта. Олжас сізде бір оттегі жері ма? Енді маған жалпы өзі өмірді мысалы ақырын жүріп анықпас деген сөз бар ғой. Соны мысалға 20 жыл білетін шығармыз. Бірақ оны 20 жыл бойы білгенмен 34-ке келіп түсініп отырмын да оны. Ақырын жүріп анықпас. Сол себепті уақыт өте келе жан жағындағы адам болсын, дос болсын, саған оттегідей қажет берген адам болсын, соны сен мән мағынасын түсінбей, ол саған бәрібір сен түсінбей кетесің оны оттегі. Ал уақыт өте келе жаңағы сенің өмірлеріңе көптеген адамдар жаңағы сені жамандыққа қиса, біреулер сені жақсылыққа қиып сенің еңсеңді көтерсе, сен уже тек қана адам емес, әрбір нәрсе оттегі бола бастайды. Қоршаған жаңағы ортаңда, табиғатта, кәдімгі ауада, өзің істеп жүрген ісіңде, сен алға қойған бір мақсатыңда, жұмысыңда саған ауамен бірдей деңгейлес, оттегімен деңгейлес қажет болады. Сол себепті менің қазіргі менің көзқарасымда мен көріп жүрген, мен істеп жүрген, мен жасап жүрген, мен дос болуға тырысып жүрген, мен еңбектеніп жүрген ісімнің де мен араласып жүрген, етене араласып жүрген адамдар да дәл қазіргі сәтте маған оттегідей қажет адамдар болып тұр. Сол себепті жалпы негізі адамға себеп деген рас. Енді тағы ойыма бір нәрсе келіп тұрады, айта алмай тұрған құрыш. Жалпы қызық болады, былай айтып берейінші сендерге түсіндіріп. В общем, бір жақта неде боламыз, үлкен концертте боламыз, Қазақмыстың концертінде боламыз. Концерттен кейін в общем халыққа 5 джип болып қайтатын боламыз концерттен. Сөйтіп 4 джип алдыға шығып кетіп қалады, Роза Рымбаев бәрін алып кетеді да, жеке чартермен ұшатын боламыз. Сөйтіп соңында машинаның соңында жатамын да ұйықтап кетемін. Сөйтіп ұйықтап кетемін да, сол жаңағы мен алып келе жатқан адамның әйелі жаңағы фотоға түсемін деген ба, селфиге түсемін деген ба, сөйтіп екеуміз селфиге түскенбіз енді. Сөйтіп ана күйеуі қызғанғанда, в общем, әйелмен ұрысып қалады жолда. Мен машинаның артындамын. Әйелмен ұрысып қалады да, в общем, скандал басталып кетеді жолда. Екеуміз жылып қалып қалады менімен. Сөйтіп анау менімен ерегесіп қалады. В общем, екеуміз біраз жерге барамыз, екеуміз төбелесіп қаламыз. Сөйтіп төбелесіп қаламыз, содан мен кетемін деймін де, екеуміз дата көзбен төбелесіп қаламыз енді. В общем, не телефон, мынау сет ұстамай жер болып қалады да, в общем, олар кетеміз деп шешеді, мен айдалада чемоданмен қалып қалатын боламын. Жалғыз өзім ана риддермен екі ортада ма, Қазақмыстың Қарағандымен екі ортасында ма бір жолда. Сол кезде қап-қараңғы жол, түнгі сағат 3-те бір енді ол жерде машина көп өте бермейтін жерден бір машина өтеді де, сол жерден тоқтайды. Сол мені таксист апарып салады да жаңағы неге, самолетқа дейін. Самолетқа дейін апарып салады. Енді содан кейін жаңағы өзім апыл-ғұпыл жаңағы оқиға болғаннан кейін жаңағы самолетте 1 сағат кешіккен, мені күткен чартерный самолет болғаннан кейін. Сөйтіп апыл-ғұпыл жаңағы барам, барлығы бітеді, келгеннен кейін есіме түседі жаңағы таксист жігіт кім еді деген. Сол көре алмай кеттім де сол жігітті әлде. Сол түнгі сағат 3-те мен жаңағындай күйімде алып кеткен жігітке рахметімді айтқым келеді қазір мысалға. Сол кезде маған оттегідей қажет болған, например, түнгі сағат 3-те айдалада қасқа жеп кетуі де мүмкін еді сол жерде мысалға. Сондай өмірімде аяқ асты кездескен адамның өзі оттегідей қажет болып маған көмектесті. Бір тиын алған жоқ. Бір тиын алған жоқ. Айдалада тұрған жерден апарып тастады, мен атын да сұрамаппын ғой, давай кет деп түн ішінде айдаладағы бір жерден самолетке дейін жеткізіп тастады да. Содан кейіннен есіме түсіремін деп, атын да сұрамаппын, рахметті айтпаппын ғой жаңағы жігітке деп. Біз сол кісіні таптық. Студияда. Сол қазір мына көріп отыратын болса, рахметімді айтамын. Өте күшті. Вот осындай историялар тамаша. Сол сәтте ол сіз үшін үлкен нәрсе істеді ғой негізі. Иә. Ол кісі үшін просто мелочь болуы мүмкін, жүр бауырым отырсың, қай жаққа деген сияқты. Дегенмен оны қазір сіз жүрегіңізде ерекше сақтап қалдыңыз. Әпкемнің бір оттегілік қасиетін айтайыншы. Оттегілік қасиет деген жаңа қасиет шығарып отыр. Оттегілік қасиет. Миым ашып жаңа қасиет шығарып отыр. Сөз тіркесін ба? Сөз тіркесін. Адамға оттегі деген күшті бір сондай бір сөз шығар. Өте маңызды. Адамға себепкер деген сияқты. Себеп туралы айтып отырмыз ғой негізі. Негізі оттегі деп өзіміз ыңғайлап алып тұрмыз ғой. Мына жерде шырам тұр, байқасаңыздар. Соны сұрағым келіп жүрген шырам, осы шырам жайлы айтып берейінші. Роботпен сүйістің ба? Кешір.
кешірім сұраймыз. Бала кезде примерно бір 5-6 жастамын ғой, 7-8 шығар, 9-10 ба тек кетеміз. Сол кішкентай баламыз 7-8-де. Сонымен енді ол кезде телефон жоқ. Футболды қазіргідей бір газонда ойнамаймыз. Енді сіздер одан да ветерін көрген шығарсыздар. Біз енді жаңа есік алда 2 талды ворота қылып қоямыз да. И екі жақта 2 ворота, ал ортаның барлығы тас болып жатады ғой. Сол таста доп теуіп футбол ойнаймыз. Баламыз. Сонымен мама папам екеуі қонаққа кетеді ол кезде. Папада көлік жоқ, автобусқа отырып, телефон жоқ, жаңағыдай еш нәрсе жоқ екен ғой, былай қарап тұрсың. Қонаққа кетеді. Үйде сестрам ғана, әпкем ғана қалады. Сонымен футбол ойнап жүріп, жаңағыдай шығып тұрған тастардың біреуіне шалынам да, и бір апа андай корейский, китайский заттар сатушы еді ғой. Неше түрлі ана китайский бір нелер, лапшалар, тәтті бірден келер, түсініксіз бір нәрселер мектептің алдында сатып отыратын кісілер бар еді. Сол кісінің, короче, 4 жақтан 4 темір қадап қойған, ол всегда қадалып тұрады. Просто үйіне шығады да, ағашты қояды да, үстіне ары қарай мектептегі балаларға сата береді. Сөйтіп бір темір шығып тұрған. Как раз сол кісі сол күн дем алып жатыр. Футбол ойнап жүріп, сонымен жаңағы жүгіріп келе жатамын да, футбол ойнап жатып, құлаймын да, анау шығып тұрған темір мына жерге қадалады ғой бүйтіп. Ғырт етіп қадалады. Әлі есімде сол момент. Қадалады да былай хоп төбеге қарай көтеріп жібереді. Енді шүкір мұрынға қарай былай қарай кетпепті да. Сол кезде енді балалардың барлығы енді ол кезде шок қой енді бар. Прямой айта салады ғой, ернің жыртылды деді. Мен ана жерде басында жыламай нап-нормально тұрғанмын негізі. Ернің жыртылды деген сәттен бастап уже паниковать ете бастадым. Сөйтіп ерінен қан деген оралап ағып жатыр, үйге қарай жүгірдім. Сол кезде не үшін екенін білмеймін. Ойнап жатқан доп мен кеттім да. Қызғаныш қой. Допты алып кетіп бара жатырмын ғой, доп қайда деп допты алып ерін былай тұр. Ерін былай тұр. Сол кезде футбольный да доп емес, волейбольный доп жап-жасыл. Үйге келгенше қып-қызыл болды, қан болды. Жоқ, ары қарай ойнай беріңдер жігіттер деп кетіп қалсам болады. Допты алып, сол жерде бәрін бітіріп, сөйтіп үйге қарай барам. Әпкем де ол кезде менен енді 4-5 жасқан үлкен ғой. Енді кішкентай ғой, телефон жоқ, үйдегілерге хабарласайын дегенсің. Қазір бұл жерде анамның оттегілік қасиетін қазір айтам. Сестрамның сол жерде әйтеуір кішкентай болса да, енді мен 7-8-де болсам, ол өзі 10-11-де марліге сулап, соны қаяқтан біледі деймін да, мұздай қылып, жаңағы скорыйға звондаған өзі, жаңағы телефонға, сол кезде 0 қой, ол кезде 100 емес, қазіргідей звондап, не істеп, сол суық марлені басып, не істеп, мен жылап жатырмын ғой енді, соны басып, скорыйлар келгенше, соны жағдайым жасап отыр да. Әпкем енді осы сәтте маған оттегі болған. Ал енді осы бір жағдайда анамның оттегілік қасиеті қонаққа кетіп бара жатыр. Екі жақта параллельно жүріп жатыр ғой ситуация. Мен мына жақта футбол ойнап жатырмын, ана жақта бірдеңке. Мама мен папам автобуспен кетіп бара жатыр. Сол сәтте мамам тұрғанда, жаңағы папамның аты Асылхан. Асылхан, сен что-то бара бересің ау қонаққа. Мен жүрегім не то бірдеңке болып жатыр деген ғой. Енді звондап айтайын десем, телефон жоқ қой енді ол кезде. Просто сол бір ананың жүрегі да, ана жүрегі қалай сезіп тұр. Асылхан, сен бара бер қонаққа. Сосын өзің неғып келесің ғой. Мен что-то жүрегім біртүрлі болып тұр. Мен осы жерден түсейін да артқа қарай қайтайын деген. Түскен, қайтқан, үйге келсе андай ситуация болып отыр ғой. Ерін жырылып кеткен. Ерін жырылып кеткен. Әпкем мына жақтан бір оттегі болып отыр. Мамашка жүрекпен сезіп қалып бір оттегі болып келді. Мына шырамды көріп тұрсың ғой деп. Мына шырам. Аюды судан деп. Сен Жоқ, аюды оттан. Аюды оттан. Дұрыс нәрсені бастадың. Соны айтайын деп тұрмын. Біз оттегі деп жатырмыз, жалпы адамның арасында қарым-қатынас жайлы айтып жатырмыз да. Біз бір нәрсені ұмытып кетеміз да. Жақсылықты сырт жақтан іздейміз да біз. Понимаете? Жаңа сен әпке деп бастаған кезде ай красавчик дедім да. Одан кейін анаңды қостың мысалы да. Біз бірінші кезекте сол нәрсені айтуымыз керек қой. Ал біз ана жақтағыны айтып кетеміз, жаңағы көрші әйелді айтып кетеміз, ана жақта бір кездескен бір, я не знаю, там трамвай айдайтын бір жігітті айтып кетеміз деген сияқты да. Понимаете? Шындап келгенде өзіңнің
ет жақындарын қалып қалады да, тасада қалып жатады. Иә, осы нәрсеге көп мән берсе деп ойлаймын. Осы нәрсеге көп мән беру керек, өйткені шын мәнінде де ең соңында қалатын сол туғаның ғана, отбасың ғана. Отбасың ғой. Мен де осы басымнан өткен оқиғалардың көбіне себеп болған. Жалпы негізі мен де іздей беріппін да, дос қайда деп ше. Мысалы, қиналып қалып қатты осындай кезде бір дос керек еді ғой. Ол маған баяғыда тойға шақырып звондап жүруші еді ғой. Неге осындай кезде көңіл бөлмей қалды деп. На самом деле Құдай саған, сен туғаныңа көңіл бөліп тұр ғой, сен содан сұрасай көмекті. Солдан сұрасай берген де на самом деле. Сол себепті ең аяқ жағында қалатын жақының. Менде жаңа туған әпкем бар өзімнің. Осы атымыз бұрылып кеткелі қайтадан түзу жолымызға, оңды жолымызға түсуге себеп болған мен туған әпкем. Шүкір. Осы сәтті пайдалана отырып әпкеме Алла разы болсын деп рахметімді айтқым келеді. Енді бәрі ойлайды ғой, біз мына жақта отырып жаңа өнерде жүргеннен кейін көп сөйледі, ойбай мынадан пәк, мынадан түзу адам жоқ екен деп ойлайды. Біз де қателік жасаймыз, мен де талай қателік жасағам. Мектеп қабырғасында жүрген кезде әкем мені жастайымнан баулыды да өнерге. Ән айттым, жаңағы әнші балапаны бар, айналайыны бар, анаусы бар, мынаусы бар, жүріп келеміз. Содан мутация басталды менде. Переходной возраст, дауыс өзгере бастады. Мынау гүріліше бер жағы, анау мутация кезінде вообще төмендейді. Әкемнің дауысындай болды да, әкем менің оперный певец, бас дауысы. Соны мұғалімдерді де талай жынды қылатын. Бұзықтық жасаған кезде обязательно үйге звондайды. Әкем үйде болады, әкем орнын алып алло деп сөйлесе береді. Жоқ, кімнің, Асанның мамасы жоқ үйде. Кешке хабарласын. Асан нормальный болады. Сендер бол. Қатысым жоқ. Қаттырса бермеңдер Асанға болатын. Конкретно бір несін айтады, вердикт айтады, болды. Ал бұлай менің жиналысыма барып, анау вообще ешқандай ондайға не қылмайтын. Өйткені мен әжемнің қолында өстім. Содан айтайын дегенім, кетті жаңа мутациядан кейін мен өнерден алшақтай бастадым. Арада 3 жыл өтті. 3 жылдың ішінде мен мүлде, ал негізі әнші болам, жаңағы эстрадныйға барам, колледжге түсем деген сияқты ойлар болатын. Содан алшақтай бастадым ғой ақырындап. Жыл өтті, 2 жыл өтті, 3 жыл өтті. Болды, менде уже конкретно мен өнерге бармайым деген шешімге келдім ғой. Енді әкем бүйтіп шақырып алды, 11-ді бітіріп жатырмыз, аттестат қолға тиді. Соны шақырып келіп отырғызды. Неден кейін? Выпускнойдан кейін. Бала отыр деді. Не істейсің? Не істегенде сол брошюралар жинап алғанбыз ғой. Казатка, Казгу деген сияқты нархоз. Соны көрсеттім, әкелдім. Қайда түсесің? Білмеймін, ана Казаткаға, 2 досым Казаткаға түсу керек. Назар, Әсет, бәрі. Солармен бірге. Главное, солармен бірге түсуім керек болды. Факультет қандай деді? Стандартизация, сертификация. Өзім де білмеймін не жайлы екен. Әйтеуір, главное, бірге түсуіміз керек. Сонымен әкем бір отырды да кішкене. Өнер не болды деді. Айтшы, барғым келмейді. Қазір бетек ертең өнер академиясына барамыз. Бірге еріп барам. Көресің, ұнаса қаласың, ұнамаса барған жеріңе бар. Өзің біл деді. Келесі күні тура солай істедік, академияға келдім, түсіп бірақ шықтым ғой. Сонда мен ойлаймын, бұл әкемнің көрегендігі де. Сол күні егер әкем мен өнер академиясына апармағанда, екеуміз бірге бармағанда, онда білмеймін, мен темір жолда бір жерде жүретін бедім деп ойлаймын да. Ал енді қазір ойлаймын, мен қолымнан ештеңе келмейді ғой. Мысалы да, өнерден басқа. Ештеңе келмейді екен. Мен жалпы анандай іске жоқ адаммын да. Үйдің ісіне деген сияқты да. Сол кезде әкем все-таки іште болып тұр ғой, сезіп тұр ғой сол нәрсені, сол көрегендігі ғой. Апарды, кіргізді, содан кеттім ғой. Бұрып жіберді, просто. Бір ғана күн шешіп бітті. Әйтпесе мен уже целенаправленно достарыммен бірге Казаткаға түсейін деген адаммын. Өкінбейсіз? Өкінбеймін. Рахмет айтам әкеме. Әйтпесе әкем болмағанда мен өзімнің сүйікті кәсібімді таба алар ма едім дегенде сұрақ келеді кейде. Сол сәтте сізге әкеңіз оттегі болды ғой, бір сөзбен айтқанда.
әкелер жалпы сезеді ғой. Сезеді. Менің адасып жүргенімді де білді ғой. Бір қызықты әңгіме айта кетейін, енді 40-та айтуға болатын шығар енді. Подкаст қой бұл. Көлікпен келе жатырмыз, артында әкем мен сөйтіп артта отырады. Алдыға мүлде отырмайды. Машинаның алдына никогда отырмайды. Сол анам алдыда отыр. Сосын бір жөтеліп неғып жатырмын ғой. Соны не болды? Мына жөтелің үдейіп кетті ғой деп сөйтеді. Білмеймін, өзі бір ай болды, не қылмай жүр, кетпей жүр жөтелім анау. Темекіні қою керек қой деді. Анама қарай, мамам кәдімгі жырқылдап отыр. Мен келе жатырмын соны. Я деп қойым. Қалай шегіп жүрсің ба деді. Енді бұлай арасында деп шығып, бірақ 40-тамын да. Арасында болып тұрады енді сен. Соны мүлдем қою керек қой. Ана жөтелің сразу кетеді. Ана жөтелің арасындағы жөтел емес қой дейді. Әкелер ондай нәрсені жібермейді ғой. Аккуратно жөтелмен жеткіздіңіздер ғой. Жаңа айтпақшы, әке демекші, біздің де жаңа әкеміз көп нәрсе. Мен енді өзім үйде жаңағы кенжесімін өзім. Ерке өскенмін андай. Ешқашан мен дауыс көтеріп көрмеген өзім. Үйдегілер вообще. Әкем до такой степени еркелететін. Жаңа таңертесін даже бетоғым жуғызбайтын да, сул трәппен сүрте салатын. Бола береді дейді. Сөйтіп клубниканы нені алып келеді, деп аузыма салатын да. Ана екеуі тұрмай жүр, дастарханда ойнап қойын деп. Тамаш қыз етін. Үлкен сестрам мен ағам тұрмайды. Сөйтіп еркелеткізіп өткізді. Содан не керек, бір күн енді қызық болсын айта кетейін. Жаңа жыл ғой, жаңа жыл. Жаңа жылда жаңа бәріміз 12-ден кетіп қалатынымыз бар еді ғой. 11-де кетіп қалдық. 10-да үйден шығып кетеміз да. Сөйтіп 10-да үйден шығып кеттім да. 4-те келіп тұрсың ғой примерно. Дастархан жайған, манты жасаған үйдегілер. Дайындалған ғой, сен бірақ жоқсың. Сол күйі достарыңмен қатып 4-те кішкене. Енді ол кезде кішкене қызығып жүрген кездер ғой енді. Айта берейік енді шындыққа бірдеңе қызығып жүрген сияқты. Сөйтіп 4-те келіп тұрмын, есік тоқылып деп мама ашшы десем, кет барар сарайға дейді. Кетіңдер бар, сен үшін, сендер үшін дастархан жасадық қой біз. Не үшін дайындалдық жаңа жылға? Әкең де ішеді, сен де ішеді. Кетіңдер бар, жоғалыңдар деп. Мама аш қатып қалдым ғой. Ашпаймын, барыңдар кетіңдер далаға. Әкең де кетсін далаға бірдеңе деп отыр. Папам мені жақсы көреді. Сөйтіп айналып кухня жағына барып, деп терезе мынандай ішінде салфамен қапталған, ортасында жүні бар. Кухняда бар. Бачалар кухня жақта жатады ғой. Сол кухня жақта жатыр андай. Өзінің концерті да ол жерде. Папа десем, ау дейді. Терезе дейді. Аш десем, кәз деп. Соны аяққа кеттім, мен бұлай қаратай бардым. Соған аяқтан мамам шығып қалды. Екеуі шығып қалды. Сөйтіп аши бала қатып қалды деді. Ашпаймын. Неменеге ашамын? Сендер үшін дастархан жасап жаңа жылда біреуін келген жоқсыңдар үйге. Сен кеттің ана жаққа, анау кетті ана жаққа. Кетсін бар далаға, сарайда жатсын. Жынсы ма бала қатып қалды? Аш жоқ, қатып жынсы ма жорап қалды? Ашпаймын. Ашпаймын. Төбелесіп кетті екеуі. Жібер деймін саған. Мына жағынан өтіп кетемін де, терезеден қарап тұрмын да. Сөйтіп итеріп жіберді папамды андай жұмсақ адам болды да, мама көнгіштеу кішкене. Итерме деп, ойбай деп қалды да, терезеден қарап тұр да бүйтіп. Екеуміз бір-бірімізге қарап тұрмыз. Үйдің ішінде свет жанып тұр ғой. Ол көрінеді, мен көрінбеймін. Екеуміз де бір-бірімізге қарап тұрмыз да, ашаш десем көрінбейді да, мен көзіме қарап тұрып, балам қазір ашамын дейді да. Көзі үйден екі жақ. Соны бір кезде ашып қалды. Есікті ашты. Ашып кіріп атып кірдім бір кезде, мамам тұрып. Міне, ішіп алған мынау. Абай мынау ішіп алған, түрін қара мынау, көзін қара қып-қызыл, ішіп алған деймін. Ішпейді, қойшы мен балам ішпейді. Ішіп алған деймін абай. Үфте. Мама қойшы, үфте деме, үфте деймін. Үфте қойшы. Міне, қызларақ ішіп алған. Мына балаң қызларақ ішіп алған абай. Қайсал деп бір кез папама үфте десем. Өзің асқызаң иісі сондай деймін. Сондай андай датовы еркектен де жамандыққа қимаған. До такой степени. Әкем туралы әңгіме көп енді. Бұндай әңгімелер өте көп қой. Әкем қызық адам болатын. Мә, кәдімгі триді қып. Андай ішіне кіріп кеткен соң әңгіме. Үйді елестетіп жатсың ғой. Свет елестетіп кеткен соң. Сөйтіп еркелететін әкеміз. Жарықтық осыдан 2-3 жыл бұрын дүниеден өтіп кетті. Өте сондай бір андай информационный өзі радиоман деген ауру болатын. 15 жыл болды құлағынан не түспейді. Наушник түспейді. Нешедір андай. Телевизор көріп отыр барлығы. Әкімдердің әкімін аудан әкімдерінен таниды да мысалы. Атыраудың бір жерлерінің әкімдерін көрсе, мынау ғой деп танып отыр. Сосын радиодан көп нәрсені тыңдайды да, екі ағаны бір әншіні біледі ғой. Мынау екінші ән дейді. Мынау енді шығып келе жатқан әнші екінші ән бар. Сол себептен де адам оттегі, маған оттегі болса әкем деп ойлаймын. Ол мен творчествомды түсінген, ол мен жаңа интернатта оқып жүрген кезде жаңа академияға түсетінді білген.
осы өлгенге дейін жаңағы мені қолпаштап мен жаңағы сен өсуің керек, сен дамуың керек деп кетті. Өзі жас күнде скрипач болғандай. Үйімізге жаңағы біздің Ғабит Мүсірепов кімдер келген, жаңағы Мұқағали Мақатаевтар папам анасының үйіне келгенде қонаққа келетін. Сондай өздері әулетті жерден шыққан. Сол жаңағы папам скрипкада тартып сол Москваға алып кетемін деген кезде бармай қалыпты. Алып кетпей артистер ішіп кетеді депші. Содан кейін ақыры сол жаңағы артист болмағаннан кейін ақыры ол заман адамдар ақыры ішіп кетті да сол. Сол маған айтатын ғой, мен ауылда хитпін, сен әлемге хитпеш деп. Сол себепті әкем тілегі шығар деп ойлаймын осы болып жатқан дүниенің барлығы. Бір нәрсе бар да қазір бізде. Біз бір жаққа қатты көңіл аударып жібереміз да, бірақ басқа жақтағы мәміле үзіліп жатыр да. Әке мен баланың арасындағы мәміле үзіліп кетіп жатыр. Қыз бен ананың арасындағы мәміле, отбасылық мәміле жоғалып кетіп жатыр да. Сол нәрсе. Біз анау дала дейміз да, дала деп, бірақ мана жақ храмат етіп жатыр да. Мысалы, мен айтамын енді, мен қаттандай бір әсер алған, мен өз басымда өткен, енді болады ғой, жаңағы қаза болады, не болады, енді Құдай сақтасын, бірақ енді просто бір кейін кезде бір видео көріп болдым да, енді ол жаңағы ханның атын білмеймін, бір көрген бір-екі жерде. Бір тоже подкастта ма бір жерде айтып отыр да, мына күніңді дейді да сенің, егер ең соңғы күн деп есептейтін болсаң дейді да, енді өміріңдегі соңғы күнің болса, онда сенің біреуді жамандауға, біреуді балағаттауға, біреумен ұрсуға деген сияқты сенің уақытың да болмас еді ғой, сен просто бақытты өмір сүретін едің ғой дейді да, егер ертең кетіп қалатыныңды білетін болсаң дейді да. Сол нәрсені естіп қалдым да, сол нәрседен бір өзіме бір ғибрат алуға тырысып жатырмын да. Бір нәрсе есіме түседі. Мектеп оқимыз. Мектеп бітірдік, мектепті аяқтадық. Бірінші курс па, екінші курста оқимыз. Сонда класстасымыз, өзіміздің жақын біздің классымыз, біздің сынып, мектепте топ-топ жаңағы орта бөлініп жүреді ғой. Ана талпа, мына талпа деген сияқты. Біздің сыныптан мысалы 11 бала болсақ, сол 11 баланың 10-ы біздің неде болды, талпада болды, топта болды. Сосын сборный. Е классынан, В классынан деген сияқты балалар, жинақтың. Сонда бір бауырымыз марқұм бақилық болды да. Сонда Қазалыға барып қойып келдік, бәріне қатысып. Сонда келгеннен кейін, енді баласың онда жассың ғой, ондай бір қатты бір ой тоқтатқан жас емес. Мен енді 20 адам ба, үйленбегенбіз, бәріміз жаспыз. Сол үйге келем, бәрін атқарып келдік. Өзім далаға шығамда өксік құсатты, жылай берем, түсінбеймін неден екен. Әкем келеді, балам болды кішкене, не қыл деп. Сәл болғандай бір жұбату естісең, болды. Далаға жүгіріп шығамда, одан сайын жаңағы комок кетпейді. Сөйтсем біздің балалардың бәрінде сондай болған екен. Ол білмеймін да, неден болған нәрсе, енді жалпы сол кездерде маған қатты ауыр тиді. Айтпесе былай әулетте де, үлкен әулетпіз, ол жерде қаза болып жатады, оны қатты бір не қылмайсың да, оны именно сол нәрсе қатты тиді маған. И осы мына әңгімеден кейін соған айналып келемін, әскер деген бауырымның іс-әрекеті, соңғы кездегі іс-әрекеті есіме түседі ғой. Менің досым, мысалы, екеуміз еріп барамыз, ол сені танымайды, менің класстасым. Мен айтамын да, Жансеріктің бүгін туған күні. Біз не істейміз? Туған күні. Дос. Танысқанға қуаныштымыз. Әскер не істейтін? Әскер сөйлеп, Жансерік туған күнің ба? Не істейміз? Не істейміз? Все, қаш. Алло, мам? Дастархан дайындап қоя саласыз ғой? Кім Асандармен, сосын Жансеріктермен келеміз қазір. Жансеріктің туған күні ғой бүгін. Все болды. Болды мама, сіз ана кімнің үйіне бара беріңіз онда, бүгін үйде боламыз. Осындай болады. Жинап жүретін бәрін. Анаған барады, класстастар. Сол жылдары бір классымыз, өзіміз ортамыз ыдырай бастады. Әскер келеді да, ана екеуін басын қосады да, неге жиналмай жүрміз? Олжас, неге жиналмай жүрміз? Анаған барады, олардың неге жиналмай жүрміз? Бір күн үйге жинады,
сол түнгі 3-ке дейін ба, әлі есімде, түнгі 3-ке дейін жаз каникулдамыз ғой. Міне содан кейін көп кез оған жоқ. Жібергісі келмейді анау. Қонып кетіңдерші, не болды сен? Кетеміз, ертең анауымыз бар, жұмысымыз бар, анау бар, мынау бар дейміз да, кетеміз да. Ақыры сол көп кез болмай сол каникулда қайтыс болды. Понимаете, жаңағы нәрсе. Анау бір күшті, білмеймін, мен сездірді ме екен, айтқысы келген. Бірақ түптеп келгенде сол әскер басымызды қосып кетті. Содан кейін әлі мынандаймыз. Содан бері ол 2003-2004 жылы болған оқиға. 20 жыл. Ойлаңдаршы, 20 жыл өтті. Қазір әлі күнге дейін былаймыз. Класстастар әлі күнге дейін былаймыз. Біреуіміз бүйтіп не қылған жоқпыз. Енді соны ойлаймын да, мен бүйтіп не болды оған, неге оны кейін ол кезде енді қатты бағаламайсың ғой. Ол кезде мән бермейсің, жассың. Бірақ ана әрекеті енді есіме түседі да, мен анау акасы оның миссиясы сол болған екен ғой. Миссиясы. Бастарыңды біріктіріп кету. Миссиясын істеді, кетті мысалы. Соның өзін үлгеріп. Уақыты келе өз ойлана бастайды екенсің. Ана адам мен не үшін бірге болдым? Ана адам неге маған осылай айтып еді деп. Ана адам неге осылай жасады деп өз ойлана бастайды екенсің. Әркім өзінің миссиясын жасайды. Кез келген адам өмірімізге миссиямен келеді. Жалпы негізі вообще мен түсінгенім бойынша жалпы негізі бей-берекет адам жоқ. Сен түпке сүйген адамда мысалға, ол саған себеп болып келген адам. Сен ол жаңа қанаса да, сен жамандаса да, сенімен ұрысса да, сенің айыбыңды бетке айтса да, ол сені сынау үшін, шыңдау үшін келген деп ойлаймын. Без миссии вообще неинтересно. Сен бір сынсыз келсе, мен сенімен дос болсам да сыналуым мүмкін де, сен де мен де. Болсыз неинтересно. Просто так сен молодец, мен молодец, ты лучше да, я лучше деген болмайды деп ойлаймын. Кейде сұрақты қойып тұру керек сияқты, саймын бе мен жалпы? Сол ортаға, сол адаммен дос болуға жалпы лайықтымын ба деген сұрақ егер қойып тұратын болсақ, онда біз жалпы болып жатқан оқиғаларға дұрыс баға бере аламыз да, соны бағалай бере аламыз. Өте күшті бір. Братандарский не болды үлкен буыннан әңгіме естіп, ақыл тыңдап күшті отырып. Галай көміз. Солай болады. Біз ақыл айтамыз. Байқамай қалдық. Негізі сіздер ақыл айтып қалған жоқпыз, бағана басында айтып едік. Осыдан қорқам деп айттым. Мен изначально ақталып алдым. Қазір 40 примерно 4-тен өлдің әңгімесі болады деп ше. Жоқ, солай болу керек те. Мне кажется, бір ешқандай бір ақыл айтылған жоқ. Просто өмірлік историяларыңызбен, өмірлік опытпен бөлісу арқылы жаңа осындай нәрсені ескеріп жүріңдер деген сияқты. Әдемі әңгіме болсын. Бұл да жақсы Асан. Біз екеуміз мен де қашамыз негізі. Арасында негізгі ана білгенге маржан дейді, білген нәрсемізбен бір бөлісіп тұрғанда күшті. Негізі біз ойлаймыз ғой, мынау просто Инстаграм, TikTok арқылы қазір көп жаңа коучтар мен әңгімешіл адамдар көбейіп кеткен ғой. Терістік сөйлейді да бәрі. Мен ойлаймын, мен сөйлеймін бе бұлай мынау. Тік ол қалай даму керек, қалай өсу керек, миллион жинайсыңдар ма, миллиард жинайсыңдар ма. Кәдімгідей анаған қарап өзің үйреніп кетесің да. Былай ойлап қарасаң, ондай емес қой өмір. Өмір олай емес. Әйтпесе бәрі Гуглда жазылып тұр ғой, бақытты болдың амалдар. Бақытты кетпейсің ба? Жазылып тұр ғой Гуглда бәрі миллионер болу керек, бүйті керек, сөйті керек, кино түсірудің бүкіл нәрсе жазылып тұр. Сол оқып ал да бәрін істей салмайсың ба? Никак олай емес та ол. Қанша сен дамы, өс өркені, сен өмірдегі оқып жатқан бөлек оқиғамен аналардың жүргізіп жатқан сен осындай жетесің, бүйтесің деген нәрсесі вообще сәйкес келмейді кейде екеуі. Өйткені мен білемін, мына жақтағы мен мынандай кішкентай бір уровеньнің өзінде мен қандай нәрселермен жеткенімді білемін де өзім. Оны айтып берсең, ол действительности біреуге көмек болар, оны даже кітап қылып жазуға да болады. Просто дәп біз ойлағандағыдай, Инстаграмдағыдай жеңіл емес екенін мен айтқым келеді. И вообще ол мүмкін де емес көп нәрсе. Әдемі қорытынды болды деп ойлаймын. Адам адамға оттегі. Бір-бірімізге оттегі болып жүре берейік. Рахмет. Рахмет. Братан.